Ассаламу алейкум, урметли серджилер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері бүгін апрельнің экесі салы күні. Русия Федерациясы тынтувлерден сон тевқиф етілген Қырым татарларны азат етмелі. Human Rights Watch халқара құқық қорғау тәшкилаты Қырым татарларының мартның 27-сінде Қырымда тұтылғаны ве март 27 ве 28-сінде тевқиф етілгеніне қаршылық көстерді. Тевқифлерге ерлі халыққа басқаларының артырылуы ве инсан ақлары ве демократияның бозылуы деділер. Мақсады есе фаал Қырым татарларының сустырылмасы. Мартның 27-сінде ишғал етілген Қырымда күтлеви тынтувлер кечірілді, нәтижеде 24 Қырым татар яқаланылды. Ишғал махкемесі эпосыны майысының 15-не қадар тевқиф етмеге қарар алды. Ал азырда олар Русия Федерациясында бұлуналар. Қырым татарлары Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир дини тәшкилатында иштирак ете ве тешкіл етувде қабатланыла. 166 балаға бабаларыны қайтараныз бүтін дүнияда Қырым татарларға қол тұтмақ үшін бірдемлік акциясы өткерілмекте. Мартның 27-сінде тынтувлерден сон 24 Қырым татар сақты қабатлардан себеп тевқиф етілді. Бұл фалер сияси мобюслер ве оларының қоранталарына ярдым етеді. Акцияда Қырым, Литония, Русия, Түркия, Италия сәкенлері иштирак еті. Украина тыш яйынлав мультимедиа платформасының UA TV телеканалы хадимлері де артта қалмайып акцияға қошылды. Мемлекет тышында Рейберовның нәтижелері белі олды. Меркези сайлав комиссиясы мемлекет тышындаки сайлав бөліклерінде Рейберовның 100%-ны сайып шықты. Нәтижелерге көре бірінші ерде амелдеки президент Петро Порошенко 39%. Екінші ерде Володимир Зеленский 26%. Üçüncü ерде есе Анатолий Гриценко 10%. Эпосы олып мемлекет тышында 55 бин Украина Рейберді, Рейберов дүнияның 72 мемлекетінде олып кечті. Ялан мәлумат ве хаберлері бұл сайлавлар вақтында олған әсас бозывлар. Оларны 40-тан зиеде мемлекеттен келген халқара көзетішілер қайдетті. Көзетішілерінің фикрінже президент сайлавларының бірінші басамағы рақабет күчі олған ве демократик әді. Украинлер сербест ве асла проблемсіз рейбере білділері ве үч аптадан сон халқара көзетішілері айны бойле тарызда сайлавларының екінші басамағыны незарет әтежеклер. We also have to stress the disinformation. Қайдетмеліміз ки бұ ялан малымат ве хаберлер бұ сайлав алды компанияларда ғайет бұйық бір ер алды ве тесір етті. Ялан малыматнан сайладжыларға муаян тесіріні есаплап оламасақ біле, біз білеміз ки әм ички әм тыштан кірішівлер олды. Олар бар еді. Мисал оларақ намзетлерінің ниетлері компаниялары ве өзлері хабер басталарында насыл етіп көстерілгені. Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тәшкилаты да Украина президенті сайлавларыны сербест ве рекабетке қабилиетлі деп адландырды. Олар намзетлерінің чоқ сайда олғанына ве сайлайджыларының келмесі юксек олғанына қайдеттілер. Боқта тәшкилат миссиясының қысқа мұдетлі көзетежілерінің ребері Элька Канерва білдірді. Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тәшкилатының хулясалары G7 мемлекетлері тарафындан да қабыл етілді. Сайлавларның екінші басамағындан евел президент намзетлері Петро Порошенко ве Володимир Зеленский арасында телевизион мұнақашаларының өткерулеві әмиетлі бұны әнема Авропа сайлавлар көзетме тәшкилатлар ағының миссиясы білдірді. Олар мұнақашалар әмиеті ғайт қиметлі олғаныны қайдеттілер, чүнки бұ сайлав алды компанияның ұсуларындан бірідір. Президент сайлавларының бірінші басамағынан евел кефиетлі мұнақашалар олмағанына бақмадан қайдетмеліміз ки сайлав компаниясы ғайет регабетке қабилиетлі еді. Ама екінші басамақны өткерілуінден евел сайлав алды компаниясы үшін мұнақашаларының кечірілуі ғайет мұйым олғанына білдіреміз.
Тешкермек моттыр бу Киевның Шевченко адына паркында өткерілген критик фикир этув күчүк акцияның шары. О халқара ақиқи вақиялар күніне бағышланған. Акция вақтында кечкен адамларға бір ойын ойнамаға теклиф етілді. Адамлар ялан векерчек малюматны тапмақ керек еді. Бұндан ғайры да ишансан біле тешкері бақ адлы газета тарқатылды. Бұл газетада Украин саясетчілерінің ялан бейанатлары, сақтайларының анлатылуы ве вақияларының тешкірув қайделері ақында язылған. Ялан яда yok тешкірмек мүмкін. Башта бір нұқтай назарына деңлейсің, сонда бір қаштанесіні. Олардан ең доғрысыны сайлайсың, егерде о бір қаш мен баларда айнысы олса. Бізні саясетчілер чоқ ел алдатты. Біз бұны япажақмыз, біз оны япажақмыз. Украинлер онларны не вақыт манипуляция япқанларыны білмек керекер. Арбия сырденежчилер Андрей Артеменко, Андрей Айдеров ве Василь Сороканың адвокатлары тарафындан берілген шикаятлер бақылажақ махкеме отырышы 2 аптаға қалдырылды. Боқта денежчилерні имае еткен адвокатлар тақымының башы Николай Полозов білдірді. Себеп уч денежчиден ич бірісі махкеме отырышы ақында хабердар дегеледі да адвокатның сөзлерінден яраланған Василь Сорока түзелеп башлағаны белі олды. Евелі Русия тақиқат органлары Авропа Шурасы парламент ассамблеясының резолюциясыны даваға қошмақ кебі қарар алды. Резолюцияға көре епісі 24 Украин денежчісі Арби әсірдір. Ал азырда адвокатлар тақиқатның қарарына итираз білдірмекті ноябрьдің 25-інде Кереч боғазы янында Русия махсус қызметлері Одесса лиманынан Азақ денізі бойы Мариуполь лиманына ел тұтқан Украинаның Бердянск ве Никополь катерлеріне ве яны қапу рейд буксеріне ұжым етіп, оларны запт етті. Украин денежчилері енді 4 ай деваманда Русия әсірінделер. Москвадаки махкеме оларны апрельның сонуна қадар тәқифке алды. Үрметлі серджилер, бұ дақиқаға бұ сон ке хаберімасы дадады хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile olunuz uzunuzге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз көрішкенде.